Ертеде орманның бір шетінде ескі бір үйшік болыпты. Онда ешкі мен жетілағы өмір сүреді. Әр күні ешкі таңертең ілік уақытында шөп жеп, салқын су ішу үшін орманға барады. Ол кеткен бойда лақтар есікті жауып құлыптап алады. Ешкі орманнан үйге келген кезде әндетіп: Тук-тук, лақтарым, шырақтарым, есікті ашып қойыңдар, аналары сіздерге сүт алып келді деп әндетеді. Лақтар есікті қуана ашады. Ешкі лақтар сүтке тойдырып, қайтадан орманға бет алады. Лақтар есікті бірден жауып алады. Осы сәтте ешкінің кеткенін күтіп, ол ыстық темірмен тамағын басып жіңішке етіп алады. Қасқыр қайтадан үйшіктің қасына барып, қостың арасына тығылып қалады. Бір кезде ешкі келіп есікті тоқылдатып әндетеді: Тук-тук, лақтарым, шырақтарым, есікті ашып қойыңдар, аналары сіздерге сүт алып келді. Сол кезде қасқыр ешкінің дауысы мұқият тыңдап тұрады. Лақтар есікті ашып, қасқырдың үйге келіп, есікті қағып, оларды жегісі келгенін айтып береді. Ешкі лақтар тамақтандырып, қатаң түрде ескертеді: Үйге біреу келіп, қатаң дауыспен сөйлесе, ешкімге есікті ашпаңдар. Ешкі кете салысымен аңдып тұрған қасқыр есікті қағып, жіңішке даусымен: Лақтарым, шырақтарым, есікті аша қойыңдар, аналарың сүт алып келді. Мүмкін бұл біздің анамыз шығар, анашым. Лақтар сеніп есікті ашады. Қасқыр үйге басып кіріп, лақтарды қоржынына сала жөнеледі. 6 лақты салып үлгеріп, тек бір ғана лақты таппайды. Қоржынын арқалап, орман ішіне қарай кетеді. Ешкі үйінің ашық тұрғанын көріп, қорқып кетеді. Үйдің тас-талқаны шығып жатады. Лақтардың үйде жоқтығын көріп, жылап жібереді. Сол мезетте тығылып аман қалған ең кішкентай лақ анасының қасына жүгіріп шығады. Ол қасқырдың өтірік айтып, үйге басып кіргеріп, лақтарды алып кеткенін айтып береді. Ешкі үйден жүгіріп шығып, төбет достардың үйіне келіп, көмектесулерін сұрайды. Төбет достар бірден келісе кетеді. Төбет достар қасқырдың жүрген жолын ескеп бірден тауып алады. Қасқыр сөйтсе үңгірдің ішінде екен. Ол болса отынын жағып, лақтарды жемекші болып отыр екен. Төбет иттер артынан жүгіріп келіп, қасқырдың тас-талқанын шығарады. Төбеттер мен төбелесіп қалған қасқыр өз орнын тауып жайына кетеді. Ал лақтардың қуанышында шек жоқ. Аналарын тауып алғанда мәз болып ойнап жүреді. Көмектескен достарына алғыстарын айту үшін лақтар барлығы бірігіп, тәтті бәліштер мен бір құмыра сүттерін төбет иттердің үйіне алып келіп береді. Ешкі сәбізден жасалған бәлішті лақтардың өздері өз қолдарымен пісіргендерін айтады. Иттер дән риза болып қуанып қалады. Достығымыз мәңгі болсын деп шығарып салады.